Жаз ба қыс па? Жаз. Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова. Мақпал Жүнісова. Қатты ма, жұмсақ па? Жұмсақ. Ит пе, мысық па? Ит, бірақ мысық асырап жүрмін. WhatsApp, Telegram. WhatsApp қой. Пәтер үй ме, жер үй ме? Жер үй. Пессимизм, оптимизм. Пессимизм. Барби, Оппенхаймер. Барби. Отбасы ма, мансап па? Отбасы. Шай ма, кофе ма? Шай. XYZ кадр 1 дубль 2. Серік Ерғали, мәдениеттанушымын, журналист, публицистпін. Қазір тәуелсіз журналист ретінде жұмыс істеймін. Жасым 62-де. Аты-жөнім Садық Шерімбек. Жасым 31-де. Адам саудасымен айналысамын. HR. Бейімбет Молдағали, журналист. Власть интернет-журналында жұмыс істеймін. Жасым 25-те. Менің атым Марван Хамилова қызы. Жасым 64-те. Қазір зейнеттемін. Қолөнермен айналысамын. Халық салт дәстүрін дәріптеудемін. Менің аты-жөнім Шиповский Геннадий Геннадийұлы болады. Мен жасым 33-те, парламент сенатының депутатымын. Ербосын Аружан Ербосын қызы. 22 жастамын. Студентпін. Қазақстандағы барлық азаматтар ұлтына, нәсіліне, дініне қарамастан барлығы тең сол мемлекеттің азаматтық бір объектісі ретінде қалыптасу керек. Міне сонда ғана отарсыздану тез жүреді және нәтижелі жүреді. Басқа жағдайда отарсыздану мемлекетті құрған халықтың өзі де отар болып отыра беруі мүмкін. Қазіргі жағдайда Қазақстан отарсызданған ел емес, отар ел. Және бұрын біреу болатын болса Ресей, қазір бірнеше көп векторлы отарланған ел ретінде мен мойындауға мәжбүрмін. Әрбір адамның өзінің түсінігі болуы мүмкін. Бұл сөз бойынша. Енді менің түсінігімде бұл әрине біріншіден тәуелділіктен тәуелсіздікке көшу. Әрине отарсыздану деп менің өзімнің пікірімде. Ал енді қазір дәл осы сұрақ біздің елімізде Аллаға шүкір ондай тұрған жоқ. Ешқандай да бір орысша айтқанда ребромда тұрған жоқ, былайда тұрған жоқ деген сияқты. Сондықтан да біздің қазіргі басты енді девизіміз бұл біздің еліміздің бірлігі, мызғымас бірлігі. Отарсыздану мен үшін бұл ең басты нәрсе, бұл саясатқа араласу. Себебі менің ойымша қазақ тарихындағы жалпы ұлт ретінде, адам ретінде де бұған дейін біз өзіміздің болашағымызды өзіміз айқындаған жоқпыз. Және таңдауды өзіміз жасаған жоқпыз. Біз үшін біреу істеп берген болатын. Сонда да менің ойымша қазіргі отарсызданудың жаңа бір менің ойымша ең басты жері бұл, ең бастысы бұл саясатқа етене араласу. Ол сайлау болсын, ол қоғамдық талқы болсын, жалпы не істейміз, қандай боламыз және қаламызды қалай құрастырамыз, саламыз деген сұрақтарға өзіміз жауап іздеуіміз керек. Мектепті бітіргеннен кейін қалаға оқуға келдік қой, Целиноградқа. Сол кезде орысша, қазақша сөйлеуге қорқатынбыз. Автобуста жүргенде, көлікте, қайда болсын. Кейін егемендік алғаннан кейін осының мен енді өзімше бірінші сол аңсағаным ғой. Қазақ балабақша топ аштым. Кейін балаларымды қазақша мектепке бердім, бастауыш мектепке. Себеп болып, сөйтіп өзім тәрбиеші болдым ғой басында. Содан мектепке ауыстым. Қазақ мектебіне мұғалім болып істедім. Сөйтіп зейнет ақыға дейін бастауыш мектеп мұғалім болдым. Әрдайым өзімнің тілімді ерекше қойдым. Өйткені орысша келген сөйлеген балалармен жұмыс істедім. Оның ішінде аралас ата-ана болды. Көбінесе жаңағы сол жерде мен қиналатын ата-аналарды тәрбиелеу қиын болды. Балаларынан көре. Өткен айда екі қыздың оқиғасын бүкіл Қазақстан көрді. Өз туысқанының қолында құл болған екі қыз. Және сол екі қыз кезінде әдемі жап-жас бүлдіршіндер болған. Бірақ құлдыққа түскеннен кейін жалпы үлкен жасқа келген кезде де мүлдем өздерін бір айнаға қарай алмаған қыздар да. Тележүргізуші қолына гүл беріп жатқан кезде сен мені қызсың ғой деп
ешқандай бір өзі бір ішінде шок болып қалып тұр да ана қыздың. Мен күйін түсіндім да ол жерде ана қыздардың. Отарстанды негізі әрқалай түсінуге болады, бірақ ол мен үшін тек қана қазақша нәрселерді қолдау емес, тек қана қазақ фильмдерге барып, мысалы Міржақыпқа барып, немесе қазақ тілінде мәзір сұрап деген сияқты. Ондай емес, тек қана мен үшін ол өзіңнің қазақ екеніңді, және де сенің де бұл әлемде, жалпы өзіңнің еліңде, оның ішінде міндетті түрде орының бар екенін тереңірек өзіңнің ішіңнен түсінуді отарсыздану дейтін едім. Сол қыздардың мысалына қарап отырып, маған өзіміздің ұлтымыз есіме түсе береді соңғы кезде. Бізде құлдықтан шыққаннан кейін, құлдықтың кезінде ешқашан біз айтпағанбыз өзімізге. Біз ең жақсы халықтардан біріміз. Біз еркін, керемет халықпыз деп айтпағанбыз. Біз құлдықтан шығып, енді айта бастаған кезде, енді біз ең жақсы халықпыз, біз ең мейірімді, біз ең ұлы халықпыз өзіміздің деңгейімізде деп айта бастаған кезде, өкінішке орай бұл периодтан өтіп кеткен, әлдеқашан алда өтіп кеткен институттардың жаңағыдай өкілдері тұрады да, бізді айыптай бастайды да. Бұл дәл қазіргі периодымызда бұл табиғи нәрсе. Біз кеше ғана құлдықтан шыққан халықпыз, біз өзімізді ең жақсы халық деп айнаға қарап, өз-өзімізге тамсану, өз-өзімізге сүйсіну, сол арқылы бір рухымызды тіктеп алу деген нәрсе, бұл біздің ақымыз. Менің ойымша жақсы жері бұл артықшылығы, яғни қоғамға белгілі бір билік беріледі. Яғни қоғам өзі айқындай алады. Қоғамда этикалық және моральдық бір стандарттары пайда болады. Бұл да бір, мысалы біз тоталитарлы режимнен кеткеннен кейін авторитарлы режимге өттік, өзіміз саясатты өзіміз айқындай алмаймыз. Бір жағынан болсын, бұл жағынан болсын, бізде бір билік немесе күш бар десек болады. Және бұл қоғам өзіне де бір жауапкершілік болады. Енді теріс айналу деген ол оңай нәрсе ғой. Кезінде енді біреуді ата бабамыз да қолданған ғой, оны да теріс айналуды. Ол да бір әдістеме ғой енді былай қарағанда. Жалпы мен оны былай айта алмаймын. Мен тек қана енді мұғалім болғасын ба тәрбиелеу керек. Маған жеткізбеу керек деп ойлаймын. Біздің қоғам жай ғана бір көзқараспен келіспеген жағдайда жаңағы теріс айналу бір әрекетін жасай беретін болып қалды. Яғни біз одан бұрын біздің қоғамға келу керек нәрсе, әр адамның әрбір жаңағыдай бір тұлғаның өзінің көзқарасы болу керек, және сен оны құрметтей алуың керек. Екінші мүмкіндік дүниесі тіпті енді осындай бір үлкен бір құралға айналып кетті. Неге десеңіздер, қазір өзіміз де байқайтын шығармыз, бірдеңе болса, біреу бірден жаңағыдай видео түсіріп шығып, құрметті қазақ елі кешіріңіздер, мен қателесіп кеттім деп, ал соған дейін сен қайықта болдың деген сұрақ пайда болады. Оған дейін сен неге ойланбадың, оған дейін сен неге екі иығыңда басыңмен неге ойланбадың деген сияқты сондай орынды сұрақтар туындайды. Түсініп отырсыз, мәселе сода. Менің енді айтарым, бұл әрине ол жерде тұлғаларды қарау керек. Қандай тұлға? Оның алдында бүлдірген моменттері болды ма, болған жоқ па? Егер де кешіріңіз болса, ондай егер де оның алдында бүлдірген жаңағыдай бір әрекеттері болса, істері болса, ол жерде оған екінші мүмкіндік берілмеу керек. Біреуді канцелдап тастай ма, онда болды. Оның карьерасы, бүкіл дискілер сатылмай қалады, бүкіл оның айтылған ойлары, айтқан заттарының барлығы еленбей қалады да, былай айтқанда. Ал Қазақстанда ол ондай қатты олай емес, бірақ мен ойлаймын, әр адамның ішінде өзінің келіспейтін нәрселері болады ғой, мысалы деген бұл маған ұнамайды деген сияқты, мысалы Мұхарияпов деген сияқты кісілер. Оларды міндетті түрде әркім өз ішінде канцелдап тастау керек деп ойлаймын. Оған көбіне мына аңғал, көп қалай айтқанда үстіртін қарабайыр түсінетін азаматтар тобы түсіп қалады негізінде.
біреудің соңынан не деді, міне осы адам бізді ұшпаққа жеткізеді дегендей пиғылмен жүреді де, әлгі адам сенен шықпай қалған кезде оны тапап кетуге, тіпті оны адам құрлы көрмеуге бар теріс айналады. Мысалға 30 жыл бойы қалыптасып өзінің соңынан ерткен халық, тіпті біздің елбасының өзін алғанда да міне осы үлкен мысал. Адам қай кезде қызығады, көрмеген нәрсесіне қызығады ғой, соны көрсем екен деп. Мен жоқ жерде жақсы дейді ғой, орыстар, где меня нет, там хорошо деп. Сондай бір неме бар шығар енді. Жалпы бұл да қазір бәріне қолы жетіп жатыр ғой. Адамды да тудырып жатыр, ағзаны да ауыстырып жатыр. Сондықтан бұл да бір көре жатамыз ба, сіздер көресіздер, біз көреміз бе, бұл да бір болатын іс деп ойлаймын. Біз жерді адамзат шаршатты, жерді біз ыластадық, жерді экологиялық тұйыққа тіреп отырмыз. Осы проблема бір жағынан адамзатты ойлатып, содан қашырып отыр. Содан қашып құтылғысы келеді адамдар. Қашып құтылып тағы бір технологиямен басқа бір тағы планетаға барып бүлдіргісі келеді. Менің ойымша эскапизм немесе Марсқа қашу бұл керісінше болған процесс сияқты, яғни бұл үміттен пайда болған процесс сияқты. Себебі менің ойымша бұл міндетті түрде жерді тастаймыз, жерден қашамыз деген мағынада емес, бұл жалпы план Б сияқты қалыптасқан нәрсе деп ойлаймын. Ғарышқа ұмтылуымыздың себебі де бәлкім әр адам, әрбір әйтеуір жүрегінің ішінде бір жалпының бір сәулесі тиген андай не ғой, сәулесі бар кішкентай бір болмыс қой. Сол түп-түбінде бір өз-өзіне ұмтылатын сияқты. Ғарышты іздеуімізден адамзат жалпы ғарышқа ұмтылудың себебі сол түбінде бір Құдайды іздейтін сияқты. 20-25 жыл бұрын біз интернет деген дүниеге біреу білсе, біреу білмесе, қазір біз интернет өмірді біз елестете алмаймыз. Егер де тіпті қазір 2023 жыл болса, сол осыдан 2013 жылға 10 жылда артқа қойсаңыз, тіпті WhatsApp мессенджерде болған жоқ. Ал енді қазір WhatsApp мессенджерсіз ешқаққа бара алмайсыз. Өйткені себебі барлық оның түрлі сілтемелер, барлық бағдарламалар сол интернет арқылы жұмыс істейді, дұрыс па? Ал енді кейде өзіміз таңғаламыз, 90-шы жылдары жұрттар қалай өмір сүрген деген сияқты. Сондықтан да ол өмірдің ағымы. Менің ойымша ол нәрселерді зерттеу әзірге бір жердегі мәселелерді шешіп алмай, ол заттарды зерттеуге өте көп ресурс құю, тым бір андай бір артық сияқты болып көрінеді.